неден бірден оқиғадан бастаған сұхбат сияқты меніңше да. Қателеспесем сол 1993 не болу керек деп бастап бересің. Ал қателеспесем сәуір айы 1993 жылы болатын. Бір сол күнгі ауа райы түнеріп тұрды. Бір жаңбыр жауатындай бұлттанып, сол күні менің біздің көшедегі әр ауылда енді қой бағамыз, ол қой кезегім болатын. Таңертең ертерек шығып қойымды жаңа өріске айдап шыққан, қарайым ауылдың шетінде Табынғалиев Саукен деген ағамыз өмір бойы сол Қалдығайтта механизатор. Бірдеңені қырып түйіп, құмиып жүр. Бір кісі мен шақырап барсам қоңыр УАЗ машинасымен сол Қалдығайтта қой совхозын 7-8 жылдай басқарды. Осы Ермекқалиев Орынғали ағамыз ол кезде ол кісі мынау Шөптігөл совхозының директоры. Қасында сол кісі тұр. Бұл кісі не істеп жүр екен деп ойлап қалдым. Сосын мен шақыртты, қойды кері қайыр. Қатты топалаң су келатыр. Қазір астында қаласың. Жылдам кет, Рапқат деп сөйледі. Төрт аяқты серке бастаған қой ешкі тұра ма? Сол көзді ашып жұмғанша алды, мынау Соналының ішіне Құрғалақ деп атаймыз, ауылдың шетіндегі. Қамыс өсетін жер, сол Соналы көлінің ішіне еніп кіріп кеткен. Мен артынан қуып жетіп, оларды бірыңғай шығарып болғанша ауыл жаққа қарасам қыруар кісі жаңа адамдардың көп жүргені көрініп тұр, алыс болса да. Жан жағыма қарасам, айналаға қарасам біртүрлі бір салқын жел келді. Бірдеңе гүрілдеп тұр. Бір үрей шығады екен. Бұндайды көрген жоқпын, жаңа ғана қарағанда қара жер шығып атқан жердің бір мұхит сияқты бейне бір. Мұна қара терең деп атаймыз, мұна жаңда дөңғалақ бөгет. Іші дейтін судан толып тұр. Бір нансаңыздар бір 10-15 минут уақыттың ішінде. Бұнадайды көрген жоқпын, адамға үрей туады. Мен жаңаға қойдың басын қайырып, жинақтап, қырбетіне шығарып келгенше, су жаңағыдан да ұлғая бастады. Айналып келіп, бәрін ауылға кіргізіп үлгердім, бәрі қашып жатыр, адамдарда жаңағы бір үрей пайда болды. Ана дауысы бір қатты, реактивный самолеттің моторындай бір гүрілдеп қатты дауыспен. Бір қарадым да үйге малдығы ауылға кіргіз жібердім. Енді шауып келіп, көрші көлемдер малдарды жинап, қырбетке айдайды, ол жүрмейді. Сол кезде мені алып үйден жаңағы бір айран алып шығып, айналаға пістімелемді айтып, төгіп жүр. Жұрттың бәрі қарап күлді, Рапқат қашшайшы, су келіп қалды ғой деп. Үйге келіп жатып алдым. Өзі келген су өзі кетеді. Папам шығып айтты, не істеп жатсың, бәрі қашып жатыр ғой деп. Ең болма қарамайсың ба деп. Папа енді келген судың енді қайда қашып құтыламын енді. Деп сөйтіп тұрғанша су ауылдың шетіне ауылға кірді. Кіргенде жаңағы мен Жақанов Қайырбек бас инженер соның есігінің алдынан мына жағына дейін келді. Ал арт жағымызда тұрады. Біздің көшеде көп жыл сол біздің Кеңшарда ардагер, прораб, Қажымқапты Қайыр, Сенбай Төлештердің ауласына су кірді. Үйінің. Мын жағы айналып кетті. Сол мен манағы айтам ғой, айран қойып, ақ құйып шыққан жерімнен кейін су асқан жоқ. Соны бәрі күліп атты, бәріміз қашып атқанда Рапқат жұрт, мана айранын ұстап деп. Енді бұл біздің жақтан айналып кетті, бірақ ең қиын жағдай мынау Үшана елді мекені. Үшанаға дейін қанша жолда мынау қыстақтар отыр. Қыстақтардың тек мынау төбесіндегі шатыры ғана көрініп тұр. Есептей беріңіз, қандай биіктікке көтерілгенін. Сол бойда мына Батыс Қазақстан облысы, сол кезде мына облысты басқарып тұрған Қабенұлы Жақып өзі жаңа тікұшақпен Үшанаға келді, Қалдығайтының басына келді. Жаңа
майючий орынбасары төтенше жағдайларды басқарып, сол кісі келіп халықпен кездесіп, халықтың мұң-мұқтажын сұрап, сол кезде енді көбі ауылда өздеріңіз білесіздер, үш ана жақта су, ауыз су қиындау болды. Көптеген үш ананың ішіне су кіріп кетті. Көптеген үйлердің ішіне кіріп кетті. Сол кезде мен фотоаппаратымен барып, фотоға түсірдім, кірген үйлердің іштерін қарап. Осындай бір халыққа қиын жағдай болып тұрған кезде, тікұшақпен келген облыс басшысы, өңір басшысы Қайболла Қамен-Жақып алдынан шықты да амандасып, темекі шығарды қалтасынан, апал деген темекі. Соны маған бір штук берді. Беріп тұрған соң жоқ деп айтқан жоқ, алдым да тарттым. Сол кезде айтты, мына ауыз су жағы қиын, мына жаққа, мынау ремзаводта бензовозға дайындап жатқан 3 бензовоз тұр, соны әкеліп су тасуға жарайды, жаңа соны деп қалдық айтты. Жаңағы совхоздың басына алып келді, халық ауыз судан тапшы болмасын деп. Бүкіл ел болып, осы облыс жұрты бар, басқа өңірлерден бар, бастысы жаңа үш анадан басындағы жаңа суға кеткен халыққа, адамдардың үйлеріне баспана салды. Ауыл орталығынан да салды бірнеше үйде. Мына Төлен елді мекеніне де салды. Жаңа Төлен деп айтып жатырмын ғой, Қызыл бөгет деген үлкен бөгет бар. Ол бөгетті ертеде қарттар жаңағы қолмен салған екен. Бұл енді сол бөгетті су жібермей тұр. Бұрын мына су тапшы, мал шаруашылығы болған соң егінге, малға, шөпке су болсын деп салған. Ол болмаса Тайпақ ауданына асып кетеді деп. Сол бөгетті жару үшін төтенше жағдайлар сол кезде майючий өзі облыста басқарып келді ғой, облыс әкімінің орынбасары. Сол жаңа тікұшақ шақырып, ана бөгетті атып бұзыңдар дейді. Айтпесе бір жарты сағаттың ішінде мына үш анадан да Төленнен айырылып қаламыз халықтан деп. Сол кезде бір қызығы, жердің қарттардың салған бөгеттің қаттылығы. Үлкен жаңа біз кинодан көреміз ғой, вертолетпен тікұшақпен жүріп жауды атқан, сол сияқты снарядтармен ана жерде атты. Жаралмады. Екінші атып, үшінші атқанда барып, бөгетті барып тесіп, жарып, ортасынан су арғата ағып, жаңағыдай кішкене артын кеңге салып, ауылды басқан сулар тартылып, мынау елі болып, жаңағы киіз үй, жаңағы палатка, көмек, жәрдем көмектер, жаңағы тағамдарға келіп, барынша ел болып, осындай өздерімен күшімен көрші совхоздар бар, жаңағыдай үлкен жұмыстар жасалынды. Сол кезде мына облыс басшының жаңағы өңір басқарып отқан Жақуптың жаңағы халықтың арасында болуы. Ол жаңағы бірге кіріп, үйлерге кіріп сөйлесіп, әр адамдармен жағдайларын сұрап, енді айтып атады, облыс басшы не шешеді деп. Енді облыс басшы шешпегенде кім шешеді? Жаңағыдай водовоздар, жаңағы халық таситын автобус, ауылда мына кезекте тұрып ала алмайтын машиналар, бір суға кеткенінің бір жақсы, бір жаман, Қадыр Мырзалиев айтқан, бабамыздың шоқ басқан табанымен бірде екі, бір жақсы, бір жаман деп. Бір жақсы жағдайлар ауыл енді жаңа үйлерге, мынау тозығы жеткен үйлерге су кіріп, басып орнына жаңа үйлер болып, адамдар қуанып қалды, тұрғындар. Жаңа үйлер салынды, жаңа бірден өмір қапталынбайтын кірпішпен қапталып, жаңа ауылға көптеген техника, машиналар, тракторлар келіп, кішкене бір су тартылғаннан кейін бір ауылға ажары келді. Сол кезде мына үй салу, құрылыс салу керек болды. Мынау Оралдан осы жан жақтан студенттер келіп, саманнан тас басты. Осы 4 автобуспен, мынау қазіргі Махамбет атындағы университет, сол кезде педагогикалық институт қой, сонан студенттер ауыл шаруашылығынан бәрінен келіп, жан жақта бір ауылда үлкен мерейтой болды. Ол мерейтой енді жастар келген соң, жастың көңілі, білесіздер, сол келген су тасу кезінде тас басамыз деп келгендердің ішінен отбасын құрып, табысып, осындай бір жағдайлар болды.
оған куә болдық. Еліміз тыныш болсын, мынадай қиын негізінде, қиын жағдай жан-жақтап көріп атамыз ғой. Осы ауыз біршіліктен, халықтың бірлігінен, шыдамдылығынан сол алапат келген судың жеңе білді. Жаңағы мен өмір темекі тартқан жоқпын. Үйге келіп әкем сұрады: Равқатжан, сен темекі тартасың ба деді. Жоқ, тартпаймын ғой дедім. Папа, мен темекі тартпаймын ғой деді. Ай, сен темекі тартатын жалғыз мен емес, бүкіл Батыс Қазақстан облысы біледі ғой деді. Қойшы папа, кім айтты деді. Жаңа телеарнадан көрсетіп жатыр. Бұрқытып тұрып темекі тартыпсың ғой. Папа, енді облыс әкімі беріп ұсынып тұрғансың, Жақуповтың берген темекі тәтті шығар деп тартып көріп жатқаным ғой деп құтылдым әйтеуір. Сол суға кеткендегі сол әлі есімнен кетпейді сол сәттер. Сол қой кезегім мынау Ермекқали Оранғали ағай сонда біздің Кеңшарда туған ауылдай болып кетті. Бірнеше жыл ауылмен қоян қолтықтасып жұмыс басқарды ғой енді. Сол суға кетпесін, адамдар аман қалсын деген ниеті ғой. Жаңа айналаны бөгетіп жатыр. Ол кішкентай бөгетте мына топалаң су ұстап та үлгере алмайды ғой. Дегенмен сондай кісілердің мынау ауыз біршілігі, ұйымшылдығынан аудан басшылары, сол кездегі облыс басшылары осы жеңе білді.